Ассаламу алейкум баршаңызға. Бүгінгі менің пайдалы видеома қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзімнің апталық заготовкамен бөліскім келіп отыр. Бүгінгі заготовкада мен қамырдан жасалған шала фабрикатталған өнімдердің рецептісімен және дайындалу жолын көрсететін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін мұқият қарап шығуға кеңес беремін. Бүгінгі заготовка менде артық шығынсыз бюджетный вариантта болады. Және бірнеше өнімді үнемдегенім байқалады. Мысалы, пельмен, вареникиді мен бұрын сатып алатынмын. Ал осы күндері мен осылай алдымен керек заттарын алдын ала сатып алып, асықпай өз қолыммен дайындаймын. Және заготовканың тағы бір плюсы, өнімді өз қолыңызбен дайындайсыз, өнім дәмді әрі таза, халал екеніне күмән болмайды. Сондықтан сіздерге де осылай аптасына бір рет алдын ала дайындап, қатырып қоюға кеңес беремін. Ең алдымен манты мен чебуректердің қамырын жасауға кірісемін. Менде мында 1 килограмм ұн, манты мен чебурекеге 1 қамыр жетеді. 1 килограмм ұнның үстіне 1 шай қасық толтырып, тұз салып, жай-жайдан су құйып, қамыр илей бастадым. Қамыр илеу барысында 2 ас қасық май құйдым. Қамырға негізі жұмыртқа қосып та илесе болады, бірақ маған жұмыртқа қоспай илеген ұнайды, себебі қамырым піскенде қатты болып қалмасын деп жұмыртқа әдейі қосқан жоқпын, бірақ қамырды қаттылау қылып иледім. Ал егер жұмыртқа қоссаңыз, жұмсақтау қылып илеуге болады. Алдымен мантының начинкасын дайындайтын боламын. Мантының начинкасына осындай асқабақ, картоп, жуа қосамын. Керек заттарды астына описаниеға қалдырдым. Және фарш қосамын міндетті түрде. Өз отбасымызға арналған соң көп ет қосып жатқан жоқпын. Көбінесе балалар жейтін болған соң көкөністерді көп қосып жатырмын. Себебі балаларым етті ұнатпайды. Сол үшін көкөніспен жасадым. Ал сіздер қалағандарыңызша ет қоссаңыздар болады. Начинкасын өздеріңіз білесіздер. Мантының начинкасын дайындап болған соң бірден қамыр жаюға кірістім. Қамырды барынша жұқа етіп жайғанды жақсы көремін. Қамырды жайып, начинкасын салып, оны түйіп болғаннан кейін осылай морозильникке қатыруға жібереміз. Ол толықтай қатуы керек. Қатқаннан кейін оны барлығын бір пакетке салып жинайтын боламыз. Осылайша мантыны пісірген кезде осындай әдемі, жұмсақ, жұқа манты болып шығады. Дәмі де керемет, дәмді болып шығады. Бұл мантылар біздің отбасымызға, яғни 4 адамдық отбасыға бізге толықтай жетеді. Және бұл аз емес. Келесі кезекте мен мұнда чебуреки дайындайын деп жатырмын. Балаларым сүйіп жейді. Жуа, картоп және фарш қосқанды жақсы көремін. Рецептісін астына қалдырдым. Егер жасаймын десеңіздер, қарап жасап көрсеңіздер болады. Бірақ
Оның да начинкасын өздеріңіз білесіздер. Тауық еті болса да болады, бірақ мен кәдімгі сиыр етінен жасалған фаршты қостым. Ал сіздер өз қалағандарыңызбен жасай аласыздар. Дәміне қарай тұз бұрышын салып, жақсылап қолмен араластырдым. Мұнда менде картоп теркадан өткізілген. Терка майда болса тіптен жақсы. Қалыңдау теркадан өткізсеңіздер картопы қуырып жатқанда піспей қалуы мүмкін. Сондықтан майда теркамен картопты өткізген дұрыс. Қамырын тура мантыға жайғандай жаямыз. Және осындай дөңгелек формамен кесіп алдым. Дәл видеода көрсетілгенде чебуректерді дайындаймыз және оларды да морозильникке қатыруға жібереміз. Осылайша чебуректеріміз де дайын болады. Айтпақшы, чебуректер мен мантыдан қалған қамырлар, біз оларды ысырап етпейміз. Осылай шеттерінің барлығын жинап гүл жасаймыз. Ортасына фаршты салып жіберіп, өте дәмді болады. Тоже манты сияқты. Неке барлығын қатырдым, чебуректерім де қатты. Бұл да бізге балалардың перекусына толықтай бір аптаға жетеді. Және мантыны да жаңа көрсеттім. Тура осылай қатырып, барлығын бір пакетке салып қойдым. Және жаңа гүлдерді де контейнерге салып қойдым. Бізде манты мен чебуреки дайын. Ендігі кезек бізде тұшпара, яғни пельмень және вареникидің рецептісі. Яғни қамырының жасалу жолы. Бұған міндетті түрде жұмыртқа қосамын. Тоже жаңағыдай 1 килограмм ұнға 2 жұмыртқа қостым. 1 шай қасық тұз, 2 жұмыртқа, 2 ас қасық сұйық май және су қосып жақсылап илеп жатырмын. Бізде қамырымыз қолға жабыспайтын, не қатты емес, не жұмсақ емес, осындай орташа көлемдегі қамыр шығу керек. Илеп болған соң осылай орап 15-20 минутқа қалдырамыз. Ендігі кезек начинкасында жарты килограмм жуаны осылай майдалап бөліп блендерге салатын боламыз. Енді жуалар жақсылап майдаланғанша блендермен еземіз. Сол кезде пельменге салынған жуалар түйіршіктелмей әдем болып піседі. 250 грамм фаршқа осы жарты килограмм жуан саламыз. Сол кезде пельменнің иісі күшті болып шығады, таза пельменнің дәмі шығады. Негізі жуа көп қосқан дұрыс екен. 1 килограмм фаршқа 1,5 килограмм жуа қосылады. Егер жарты килограмм фаршқа 1 килограмм жуа қосылады. Сол сияқты есептеп алсаңыздар да болады. Қалауларыңызша, мен тек үйде 3 адам болған соң бізге болатындай қылып көп істеп жатқан жоқпын. Пельменді өзімізге 1 аптаға жететін, тіпті бізге бұл 2 аптаға да жетті негізі. Сол үшін аздау қылып істеп жатырмын. Негізі 1 килограмм фаршпен істейді. Және тұз бұрышын салып, жақсылап мен араластырып шықтым. Қамырды қатты жұқа етіп жаймаймыз. Қамырды не қатты қалың қылып жаюға да болмайды, жұқа қылып та жаюға болмайды. Орташа көлемде. Негізі қамырымыз жұмсақ әдемі болады. Жаңағы рецептпен істесеңіздер, қамырына 375 грамм су құйылады. Сол мөлшерді ұстап қалу керек. Жаңа 1 килограмм ұнға және 2 жұмыртқаны міндетті түрде қоссаңыздар, жаңа пельмендеріңіз жабысып қалмайды. Енді қамырды турауға кірісеміз. Мен домалақ қылып турайтын болған соң, осылай баклажканың басын тура видеодағы кесіп алдым. Сіздер де солай істесеңіздер болады. Айтпақшы, керемет лайфхак. Мен де осы ютубта көріп істеп жатқаным. Осылай баклажканың басын, форма болмаса осы жақсы екен. Және вареникеге баклажканың астыңғы бөлігін кесіп алса жақсы болады екен.
Если что, осындай лайфхак. Қамырдың барлығын турап болғаннан кейін бетін сулы марлемен бетін жауып қоятын боламын. Себебі қамырымыз кеуіп кетпеу керек. Кеуіп кетсе ол жабыспай қалады. Сондықтан бетін осылай жауып қоюға кеңес беремін. Кезек пельмен түйуге келді. Жаңағы начинкамызда жуа көп болғандықтан суы да көп. Сол үшін осындай сарқытып қойдым. Олай сарқытпасам пельменнің ішіндегі су сыртына шығып, түйуге өте қатты кедергі келтіреді. Сондықтан сіздерге де дұршылакпен сарқытып алуға кеңес беремін фаршын. Барлық пельмендерімізді түйіп болғаннан кейін оны морозильникке қатыруға дайындаймыз. Осылайша барлық пельмендерді қатырып, жаңағы манты сияқты жинап шығамыз. Жаңағы пельмен мен вареникеге арналған қамырымды екіге бөліп, уже жартысын пельмендерді қатырып қойған болатынмын. Оған дейін мен варенике жасауға кірістім. Вареникеге менде кәдімгі картоп пюресі, оны барлығыңыз білетін шығарсыздар. Дәміне қарай тұз бұрышын салып, қуырылған жуа салып, жақсылап езім картопты. Осымен менің картоп пюрем дайын, және қамырын жаюға кірістім. Қамырын тоже қатты жұқа етіп жаймау керек, қатты қалың да етіп жаймау керек. Тура жаңа пельменнің қамырын жайғандай жаю керек. Сол кезде әдемі болады. Қамырын жайып болғаннан кейін турауға кірісеміз. Мен дөңгелек етіп турайтын болған соң, осылай баклажканың астыңғы бөлігін, бұл жолы астыңғы бөлігін қолданамын. Жаңағы пельменге үстіңгі бөлігі болса, вареникеге осындай астыңғы бөлігін қолданған ыңғайлы. Сол кезде ровный, әдемі болып туралатын болады. Жаңағы морозильникке қатырып қойған пельмендерінің барлығы қатып шыққан. Пельмендерім айтпақшы көп шықты. Енді варениктерімді қатыруға кірісемін. Барлығы қарап отырсаңыз қиын сияқты көрінсе де, негізі бұның барлығы оңай, тек жұмыстың ретін табуға болады. Тез бітпесе де әйтеуір отырып алып істейтін шаруа. Зато бір апта бойы ондай нәрселер істеп қиналып жүрмейсіз да. Бір жақсы жері сол. Бір жағынан өзіңнің қолыңнан дайындалған таза, халал тағамдарды балаларыңызға неге ұсынбасқа. Келесі кезек котлет дайындауға көшеміз. Осылай жуаларды жарты бөлікке бөліп блендерлейміз. Көп блендерлеудің қажеті жоқ. Блендерден өткізген жуаны фаршпен араластырамыз. Кейін кәдімгі нанды осылай шеттерін алып тастайтын боламыз, және үстіне жылы су құйып, бетін 15 минутқа жауып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін нанның суын сығып аламыз, төгіп тастаймыз, және осылай сығып жаңағы фарштың үстіне қосатын боламыз. Дәміне қарай тұз бұрышын қосамыз. Мен бір шай қасықтай тұз қостым, және қалауымша бұрыш қостым. Бұрышты қалауыңызша қосасыз. Егер қаласаңыз сарымсақ қоссаңыз да болады. Барлығын видеодағыдай араластырып шығамыз, және ұрғылайтын боламыз.
кейін дөңгелек пішіндерге енгізіп, барлығын ұнға аунап шығамыз. Және мұздататын тақтайымызға мұздатуға дайындап, рет-ретімен қойып шығамыз. Барлық шала фабрикаттарымды мұздатып болғаннан кейін бір күн өтті, мінекей сіздерге нәтижесін көрсетіп отырмын. Енді осы шала фабрикаттарды жаймен алып қолдана берсек болады, яғни пісіріп жей беруімізге болады. Мантоваркамыздың астына май жағып қана қоямыз да, үстіне мантыларды қоя саламыз. Және мына чебуректерді барлығын қуыратын боламыз. Ал пельмень мен варениктерді кәдімгі суға асатын боламыз. Барлығы осылай оңай әрі тез дайындалады. Сіздерге бүгінгі пайдалы видеом ұнады деген ойдамын. Егер видео пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, мені қолдап жіберуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бүгінгі видеода болған Каусар. Келесі видеоға дейін сау болыңыз.